Бүгінгі сабақта тригонометриялық теңсіздіктерді шешуге тағы да бір мысал келтіреміз. Ұлттық бірыңғай тестілеулерде кездесіп жүрген мына бір мысалды қарастырайық. Косинус x 0-ден 0 мен 2-ден 1-дің аралығында жатыр. Бұндай қос теңсіздікті біз теңсіздіктер жүйесімен алмастыратынбыз, яғни былай деп жазатынбыз. Косинус x үлкен 0-ден косинус x кіші 2-ден 1-ден деген теңсіздіктер жүйесі арқылы анықтауға болатын. Енді бұл теңсіздіктер жүйесін шешу үшін біз алдыңғы сабағымызда айтып өткендей, әрқайсысының ортақ түбірлерін табамыз. Сонымен бірінші косинус x үлкен 0-ді тауып алайық. Косинус x үлкен 0-дің шешімдер жиыны үлкен 0, олай болса минус пи бөлінген 2 мен плюс пи бөлінген 2-нің аралығында оң жақта жататын. Қатаң теңсіздік болғандықтан шешімдер жиыны шеткі нүктелер кірмейді. Сонда x қандай аралықта жатыр? Минус пи бөлінген 2 плюс 2 пи n-нан пи бөлінген 2 плюс 2 пи n-ге дейінгі аралықта жатыр. Ондағы n-іміз z чиннан алынған. Бұл косинус x үлкен 0 теңсіздігінің шешімі. Енді косинус x кіші 2-ден 1-ді шешейік. Екіншісін осы теңсіздікте 2-ден 1-ден кіші косинус x-дің 2-ден 1 деген нүктесі мына жерде жатады десек, олай болса, мына жоғарғы нүкте пи бөлінген 3 болады. Кіші болғандықтан бұл төмен жағын бояйтынбыз. Қатаң теңсіздік және келесі нүктені табу үшін біз 2 пи-ден пи бөлінген 3-ті алып тастайтынбыз. Ортақ бөлімі 3 болса, 2, 3, 6, 5 пи бөлінген 3 болады екен. 5 пи бөлінген 3 біреу, 2, 3, 4, 5, дұрыс, 5 пи бөлінген 3 болады. Яғни бұл жағдайда x-іміз пи бөлінген 3-тен 5 пи бөлінген 3-ке дейін жатыр дейміз. Пи бөлінген 3 плюс 2 пи n-нан 5 пи бөлінген 3 плюс 2 пи n аралығында жатыр. Бұндағы n z-чиннан алынған. Енді ең маңыздысы бағанағы жүйедегі бірінші теңсіздіктің шешімі мен екінші теңсіздіктің шешімдерін біріктіріп, ортақ аралықты анықтау. Осы жағдайда өте мұқият болуымыз керек. Енді ортақ аралықты анықтау үшін біз былай деп жазайық. Минус пи бөлінген 2 плюс 2 пи n. X-іміз пи бөлінген 2 плюс 2 пи n. Бұндағы n-іміз z-чиннан алынған. Екіншісі пи бөлінген 3 плюс 2 пи n, 5 пи бөлінген 3 плюс 2 пи n дейік, n z чиннан алынған. Осы x-тердің ортақ аралығын былай анықтаймыз. Минус пи бөлінген 2 мен плюс пи бөлінген 2-нің арасы, минус пи бөлінген 2 мен плюс пи бөлінген 2-нің арасын біз шеңбердің сыртқы жағыменен көрсетіп өтейік. Мінекей. Яғни 2 пи n период қосылатын болғандықтан, келесі период бойынша қайталанатын аралықтар осы аралыққа келеді. Ал енді пи бөлінген 3 пен 5 пи бөлінген 3-тің арасында жататын аралықтарда, мына жерде пи бөлінген 3 жатыр десек, ал 5 пи бөлінген 3-іміз айналып келгенде оған симметриялы болатын мына нүктеде жатады. 5 пи бөлінген 3-ті мен жоғары жағынан жазайын. Оның бір себебі бар, қазір түсіндіремін. Сонда пи бөлінген 3-тен 5 пи бөлінген 3-ке дейінгі аралық деген екіншіні біз ішінен жазып өтейік. Ал егер сіздер осы тұрған күйінде жауабын жаз десек, қалай деп жазар едіңіздер? Көпшілік жағдайда былай қателесіп қалады. Қиылысып тұрған аралықтар пи бөлінген 3-тен пи бөлінген 2-ке дейінгі аралықта, бірігуі минус пи бөлінген 2-ден 5 пи бөлінген 3-ке дейінгі аралықта дейді. Осы жерде бір нәрсені ескерген жөн. Егер біз мына сағат тіліне қарсы бағытта және сағат тіліне
бағыттас бағытта айналу бағыттары естеріңізде болса, әртүрлі. Егер сан түзуінде кескіндейтін болсақ, ол О нүктесінің координата басының оң жағы мен координата басының сол жағында кескінделеді. Егер де біз сағат тіліне қарсы бағытта, яғни оң бағытта айналатын болсақ, 0-ден 2π-ге дейінгі аралық ОХ сөзінің оң жақ бөлігінде жатады. Ал енді 0-ден -2π-ге дейінгі аралық ол координата басының сол жақ бөлігінде жатады. Сонда мына жерде 0-ден оң бағытта айналып келе жатқандағы 5π бөлінген 3 ол координата басының оң жағында жатқан бөлігі. Ал -π бөлінген 2, 0-ден -π бөлінген 2 аралығы ол координата басының сол жағында жатқан бөлігі. Олай болса, координата басына қатысты орналасуы әртүрлі болғандықтан, біз мына бір бөлікті -π бөлінген 2-ден 5π бөлінген 3-ке дейінгі аралықтар деп жазуымызға болмайды. Олай болса, біз не істейміз? Осы аралықты бірдей бағытта айналатындай етіп орналастырамыз. Яғни 5π бөлінген 3, егерде оң бағытпен айналсақ, 5π бөлінген 3 нүктесінің орны осы болады. Ал егер осы нүктені теріс бағытта, яғни минус бағытында айналатын болсақ, онда бұл нүкте -π бөлінген 3-ке сәйкес келер еді. -π бөлінген 3-ке, яғни оң жақтағы 5π бөлінген 3-тің біз шеңбер бойында осылай сәйкестендірсек, ал координата осінде олардың орындары екі түрлі нүкте болады. Сондықтан біз осыны жазған кезде теріс бағыттағыны бірге аралық ретінде жазуыма болады. Немесе 5π бөлінген 3-ті мен оң бағытымен айналамын десем, онда мына жақтан оң бағытта π бөлінген 2, келесі 3π бөлінген 2 болады. 3π бөлінген 2-ден 5π бөлінген 3-ке дейін деп жазуыма болады. Сонда мына аралықтардың бірігуін мен бұлай екі түрлі жағдаймен көрсетейін. Бірінші, оң бағытпен айналатын болсақ, онда бұлай болар еді. Оң бағытпен айналсақ, бұлай деп жазып қойын. Оң бағытта айналатын болсақ, π бөлінген 3 плюс 2πn-нан π бөлінген 2 плюс 2πn-ге дейінгі аралықтың бірігуімен 3π бөлінген 2 плюс 2πn-нан 5π бөлінген 3. 5π бөлінген 3 плюс 2πn-ге дейінгі аралық деп жазар едік, егер оң бағытта айналсақ. Ал егер -π бөлінген 2-ден бастап айналатын болсақ, онда дәл осы аралықтарды біз басқаша бұлай көрсетуімізге де болады. -π бөлінген 2 плюс 2πn-нан -π бөлінген 3 плюс 2πn-ге дейінгі аралықпен π бөлінген 3 плюс 2πn-нан π бөлінген 2 плюс 2πn-ге дейінгі аралықтардың бірігуі деп қарастырып көрсетсек болады. Біз яғни жауабына не біріншіні, не екіншіні жазамыз.